Балаға өз бетімен зерттеуге мүмкіндік туғызған сайын, одан әрі жақсы оқи түседі деп Питер Клайн пайымдаған екен. Зерттеушілік, ізденушілік баланың табиғатына тән құбылыс. Баланы ізденушілікке баулу, оған зерттеу дағдысы мен білігін игерту бүгінгі білім беру саласының маңызды міндеті болып саналады. Оқушыларды ғылыми жоба жазуға жетелеуде ең әуелі оның қызығушылығын ояту керек. Ғылыми жобалар сайысында көзқарасының нақтылығымен, тұжырымының тұғырлығымен ерекшеленген оқушыларым Ырзағалиева Назерке, Умарова Бақыт, Дүйсенова Алтынгүл, Төленбаева Марал, Тілеу Гүлжанат, Ерубаева Айгерім, Мұстафа Бекәділ, Мұстафа Нұраділ, Кисапова Әсел, Қуанышев Заманбек, Қалмен Ілияс. Сынып жетекшінің негізгі мақсаты оқушыларды қоғамның белсенді және саналы азаматы етіп тәрбиелеуге барынша ықпал жасау. Сыныптағы әрбір жеке тұлғаның ғылыми дүниетанымының қалыптасуын, адамгершілік қасиеттерін, еңбекке деген сүйіспеншілігін қамтамасыз етіп, жан-жақты жарасымды дамуына жағдай туғызу. Мен қазіргі таңда 11-ші Б сыныбының сынып жетекшісімін. Сыныпта оқушылар арасында жақсы қарым-қатынас орнаған. Менің ұл-қыздарым үлгерімі жағынан да, тәлім-тәрбиесі жағынан да жоғары деңгейде. Әрдайым лицей қабырғасында өткізілетін тәрбиелік іс-шараларға белсенді қатынасып, өздерінің өнерлі, талантты, ұйымшыл екендіктерін дәлелдеп жүр. Болашақ түлектеріме тілерім, ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары ұпай иеленіп, ата-аналары мен пән мұғалімдерінің сенімін ақтасын. Білімді де білікті маман болып, лицейіміздің мерейін өсіріп, мәртебесін асқақтата бергей.